Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі рубрика январьский сделкалар, қаңтар айындағы сделкаларға разбор. Осы аптада тек қана бір ақ сделкаға кірілді. Қазір соны біз разбор жасайтын боламыз. Ол ICHR деген компания болатын. Так, недельный таймфрейммен жұмыс жасайтынымызды білесіздер. Біздің уровеніміз мына точкадан алынған болатын. Қарап отырсаңыздар, недельный таймфреймде бізде мына уровень пайда болған, ложный пробой обратно қайтып келіп ретест жасап жатыр. Ретест жасап жатыр. Дневнойды қарайтын болсаңыздар, дневной плавно, яғни быстрый подход жоқ, асықпай келе жатыр. Бірінші тек мынаған дейін алуға болатын еді, мына точкаға дейін. Бірақ енді отработкасына кіретін болсақ, біздер осы точкадан кірген болатынбыз, біздер келесі күні шығып кеттік, сделкадан 10% берді, хотя біздер 6% алып кеттік. Стопымыз бізде мен уровеннің астына қойған, бізде 3% болған, 3%-ге 2-ге 1 6% алып кеттік, хотя 3-ге 1, даже почти 4-ге 1 де берген. Егер тағы бір күн күткен кезде 20% беретін еді, это почти 6,5-7-ге 1 беретін еді. Осындай сделкалар қызық болып жатса, егер де өздеріңіздің сделкаларыңыз болатын болса, уровендеріңіз отрабатывать етпей жатқан болса, бір ақылдассаңыздар болады, комментке қарай жазып кетсеңіздер.